мына жақта бәріміз дайындалып жатырмыз. Көзін бояп жатыр. Мына жақта тығылып тұр. Қыздар кімде үміткер бар, кімде үміткер жоқ? Сенде үміткер жоқ, Бар. Бар ма? Иә, бүгін ортадамыз. Бар. Шпагатқа отырған үміткер бар. Аянада үміткер бар. Жуля, сен үміткер бар ма? Жуля екеуміз үміткер күтеміз, достар. Мына жақта киіміміз де ұқсапты. Бізде сұлу қыздарға үміткер бұл қыздар күтеді ма деп уайымдап жүрсеңіздер біз күтеміз. А еще мы не высокомерные. Біз өте қарапайым қыздармыз, иә? Мына жақта басқалардың үміткері бар екен. Танярда да үміткер бар. Бүгін мен ортадамын. Мына жақта кімде үміткер жоқ? Менде жоқ қой. Сенде ғана жоқ па? Бәрінде бар екен ғой, ие ғой. Сен де үміткер күтесің, иә? Күтемін, иә. Алибиде үміткер жоқ қой? Күтпей қашып барады ғой? Вала 45 жасына күтемін. Көрініп қалмайсыз деп қашып барады Алиби. Қайырлы күн баршаңызға. Кішкене боянып алдық өтірік әдеттегідей. Түннен аман есен шықтық. Өте қуаныштымын. Енді бұндай жағдай қайталанбасыншы деп тілейміз ғой, енді тілеуін. Бірақ енді барлығы бір Алланың қолында. Бүгін ұйқыдан оянған кезде мен негізі өте қызық адаммын ғой, блин. Мен шашымды бояғым келіп ояндым. Вот представляете, такое возможно? Мне показалось, что мне нужно еще светлее. Негізі видеода мынау ашық қоңыр сияқты, бірақ өмірде кәдімгідей өз шашым сияқты айтарлықтай айырмашылық көрінбейді. Бірден ояна салып Замиге жаздым: я хочу покраситься. Это на меня совсем не похоже, но вот какое-то такое дикое желание, білмеймін. Душа требует перемен. Мүмкін көктемнің келуімен байланысты шығар, ал мүмкін жүректегі көктемге байланысты шығар. Көңіл күй керемет, тамаша. Аман болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Негізі уақыт өте келе бара-бара мен бір сторис Негізі Сабина басында айтқан, сол көтергенімді естіген кезде айтқан, сендердің гендер партияларыңды біз жасап береміз. Сол үшін и плюс пол ребенокты тоже бірінші маған айтшы деп, то есть маған берші деді. Біз өзіміз көріп жасаймыз деп, сомен жаңа Ерасыл екеуміз тапсырдық. Прям қызық болып тұр. Енді көріп қойған шығар деп ойлайтын шығарсыздар. Мысалы Сабина сөйтіп ойлады да. Ол кезде несі гендер пати болады, мысалы біліп қойсақ, иә. Енді еще бірінші бала емес қой. Біріншінің өзінде, мысалы Назардың өзінде сразу Альбинаға берген болатынмын, сразу Альбина алған. Ал осы жылы Рашаның әйелі Сабина алды. Енді гендер пати сол үшін жасаймыз ғой, чтобы андай эмоциямыз, прям андай енді по-любому қыз ол екенін білесің деген сияқты ғой.